Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай сүзбесі бар, ірімшігі бар лепешкалар дайындайтын боламыз. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, сіздерге де осындай дәмді, керемет әрі тез дайындалатын лепешканы жасап көруге кеңес беремін. Достар, осындай дәмді лепешкаларды дайындау үшін бізге ұн керек, қант керек, сұйық май, тұз, құрғақ ашытқы, жылы су және 2 ас қасық қаймақ қажет болады. Ең алдымен ұнымызға тұзды, құрғақ ашытқыны, 2 ас қасық қантты және 2 ас қасық сұйық майды, одан кейін қаймақты салып, жылы сумен жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай қамыр болу керек. Қамыр илейтін суымыз да жылы болғаны дұрыс. Достар, сіздерге де осындай лепешканы жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Келесі рецепттерді менің каналымнан бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, мінекей бізде қолға жабыспайтындай осындай қамыр болады. Қамырдың сыртынан пакетке орап, көтерілуге 30-40 минутқа қалдырамыз. Достар, енді жасап жатқан лепешкамыздың бетіне салатын салмасын әзірлейміз. Осындай сүзбеге аз ғана тұз салып, жақсылап шанышқымен езіп аламыз, немесе блендермен езсеңіздер де болады. Келесі кезекте осындай 150 грамм ірімшікті үккіштен өткізіп аламыз. Достар, мінекей біздің қамырымыз дайын. Қамырды мен 30 минуттан кейін бір қайтарып илеп, тағда 15-20 минутқа қойып алдым. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Сіздер де солай жасап алыңыздар. Және де енді бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Мен де осындай 8 бөлікке бөлдім. Бөлікке бөлінген қамырлардан осындай бірнеше дөңгелекшелер жасап аламыз. Лепешкалардың қамырын противенге салып 10 минутқа көтерілуге қалдырамыз. Міндетті түрде бетін осындай майлықпен жауып қойыңыздар. Достар, мінекей 10 минут өтті. 10 минуттан кейін осылай қолымызбен лепешкалардың пішінін дайындайтын боламыз. Келесі кезекте лепешкалардың бетіне салмасын саламыз. Ең бірінші осылай сүзбені салып шығамыз. Көбірек салсаңыздар өте дәмді болады. Достар, келесіде менің каналымдағы рецепттерді ең бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, енді келесі кезекте осы лепешкаларымыздың жиегіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Міндетті түрде осылай жағып шықсаңыздар болады, немесе сүзбесін салмай тұрып та жұмыртқаның сарысын жағуға болады. Одан кейін үккіштен өткізілген ірімшікті қойып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Достар, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет болады. Достар, мінекей қараңыздаршы, 20-25 минуттан кейін біздің лепешкаларымыз дайын. Достар, сіздерге рецепт ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне жазуларыңызды сұраймын.